Саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгін көретін бас тақырыптар реті мынадай. Ресейлік оппозиция өкілі Владимир Кара-Мурза ақш-тың сенатында сөйлеп, елдегі саяси қысым туралы баяндады. Оңтүстік Кореяның импичменттен соң өкілетінен айырылған бұрынғы президенті жемқорлық ісі бойынша алғашқы сот тыңдауында 8 сағат жауапталды. Америкалық ғалымдар сал ауруына ұшыраған адамдарды өз бетімен қолын аузына апарып ас ішетін жағдайға жеткізетін бағдарлама ұсынды. Бейсенбі күні Бағдаттың оңтүстік бөлігіндегі өткізу пунктінде бір жанкешті бомба қойылған жүк көлігін жарып жіберді. Полицияның хабарлауынша теракт кезінде 17 адам өліп, 60-тан астамы жараланған. Ирак үкіметінің мәліметі бойынша жанкешті жарылғыш затты айналасындағы кезек күтіп тұрған басқа автомобильдердің дәл ортасында іске қосқан. Әзірше жарылысты ешкім мойнына алған жоқ. Бұл шабуыл Ирак әскері Мосулдың батысынан ислам мемлекеті діни ультра-радикалдар тобын тықсырып шығару үшін шайқасып жатқан кезбен тұспа-тұс келді. Жихадшылар соңғы жарты жылда 2014 жыл басып алған территорияларынан айырыла бастаған. Қаңтар айында Ирак әскері Мосулдың шығыс бөлігін азат етіп, Тигр өзенінің қарсы бетіндегі батыс бөлігіне кірген. ақш сенаты Ресейдегі азаматтық қоғамның хал ахуалын талқылап, 2 мәрте уланып аман қалған ресейлік оппозиционер Владимир Кара-Мурзаның сөзін тыңдады. Открытая Россия қозғалысының үйлестірушісі Владимир Кара-Мурза сәрсенбі күні ақш сенатында өткен тыңдауға қатысты. Сенаторлар Ресейдегі азаматтық қоғамның даму мәселелерін талқылаған. Ақпанның басында оппозициялық саясаткер уланып ауруханаға түскен еді. Кара-Мурза саяси белсенділік үшін зиян шеккенін айтып, Ресейдегі үкіметтік емес ұйымдар мен демонстранттардың қудалануы, саяси тапсырыс пен кісі өлтіру оқиғалары туралы әңгімеледі. Саясаткер Ресей президенті Владимир Путиннің КГБ агенті болғанын, мұндай адамдар үшін келісім жасау әлсіздік белгісі болып көрінетінін ескертті. Тыңдауға қатысқан Оңтүстік Каролина штатынан сайланған республикашыл сенатор Линдси Грэм Ресейдегі режиммен күресушілерге қаржылай көмек беруге шақырды. Ресми жалақысынан басқа дәулеттің бәрін Путин халықтың есебінен алды. Премьер-министр екеуі елді тонап бітті, деді сенатор Грэм. Кремль оппозицияны қудалау туралы айыпты жоққа шығарып келеді. Оңтүстік Кореяның жемқорлық дауынан соң импичмент жарияланған бұрынғы президенті бейсенбі күні сотқа келіп 8 сағат бойы жауапталды. Прокуратура Пак Кын Хёның тергеу кезінде абақтыда отыруын сұрайды. Оңтүстік Кореяның жоғарғы соты осы айда жемқорлық дауына ілінген үшін президенттік өкілетінен айырған Пак Кын Хё бейсенбі күні сотқа шақырылды. Бұрынғы президент жақын құрбысы Чхве Сун Сильдің ірі корпорациялардан пара алған туралы іс аясында тергелмекші. Прокуратура оны тексеру кезінде қамауға алуды сұрайды. Бұған дейін елдің 2 бұрынғы президенті жемқорлық бабымен жазаға тартылған. Наурыздың 30-ында Сеулдің орталық аудандық сотында 8 сағатқа созылған жауаптаудан соң Пак Кын Хё журналистерге тіл қатпай кетіп қалды. Ол өзін кінәсіз деп санайды. Бұл жемқорлық дауы кезінде елде жаппай наразылық шерулер өткен. Бұрынғы президентті қолдаушылар да митингіге шығып тұрады. Климат мәселелері бойынша Еуропадағының комиссары Мигель Ариас Каньете Қытайға барған сапарында ақш-тың саясатына қынжылып, Пекинді Брюссельмен ынтымақтастығын күшейтуге шақырды. Бейсенбіде қытайлық лауазымды өкілдермен кездескен соң журналистерге сұхбат берген Каньете ақш-тың климат өзгерісіне қатысты бұрынғы саясатынан бас тартқанына қынжылды. Комиссар бұл мәселеге қатысты Ақ үйден қолдау күтпейтіндіктен Қытайды Еуропадағымен бірге жаһандық деңгейде күресті жалғастыруға үндеді. Наурыздың 28-інде ақш президенті Дональд Трамп көмір индустриясына қолдау ретінде Барак Обаманың кезінде бекітілген климат өзгерісі мен ғаламдық жылынудың алдын алуға қатысты құжаттардың күшін жойған еді. Кливлендтік зерттеушілер сал болып төсек тартып қалған адам үшін өз бетімен қолын қимылдатып, қасық ұстап аш ішетін жағдай туғызды. Олар мұндай нәтижеге жету үшін ми мен жүйке жүйесін жалғайтын компьютерлік бағдарлама жасап шыққан. Кливлендтік 56 жастағы Билл Кочевар сал болып төсек тартып қалған 8 жылда бірінші рет өз қолымен тамақ жеп отыр. Brain Gate атты америкалық зерттеушілер консорциумы Кочевардың миындағы бұйрықтарды оқитын компьютерлік бағдарлама жасаған. Зерттеушілер аспирин таблеткасының көлемінде ғана 2 шағын сенсорды пациенттің миын орнатып 96 электрод жүктеген. Бұл электродтар мидың қимыл қозғалысы туралы бұйрықтарын жүйке жүйесіне жеткізеді. Сенсорлар ми сигналдарын компьютерге, ал компьютер оны электростимуляция жүйесіне жібереді. Бұл жүйе бұйрықты пациенттің бұлшықеттеріне жалғанған 30 шақты сымға түсіреді де қол қимылдай бастайды. Алдағы 45 апта бойы Кочевар ұзақ төсек тартып жатқанда босап кеткен бұлшықеттерін қалпына келтіру үшін реабилитациядан өтпекші.
Бейсенбі күнгі жер әлемнің бейнесі осындай болды. Қазақстанның хабарын веб-сайтымыздан табасыз. Тағы жүздескенше күн жақсы.